Сәлем балалар! Бүгін біз сендермен өте қызықты ертегі тыңдаймыз. Ертегіміздің тақырыбы заң және тәртіп. Ертегіде біз жол ережесін сақтау не үшін керек екенін және қауіпсіздік туралы білеміз. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз ба? Жарайсыңдар. Онда ертегімізді бастаймыз. Ертеде бір әдемі орман болыпты. Ол орманда түрлі аңдар тату өмір сүріпті. Бұл орманда бәрі әділ орман деп атаған екен. Орманның ең ақылдысы қария үкі еді. Ол барлық аңдарға заң дегеніміз бәрімізге ортақ тәртіп. Біз заңды сақтасақ, орманда тыныштық болады. Бір күні қоян жолдан жылдам өтемін деп. Сен неге абайламайсың? Орманда бәріміз бір-бірімізге кедергі жасамауымыз керек. Мен асығып бара жатырмын, маған бәрібір. Мұны көрген түлкі қария үкіге барып жағдайды айтады. Қария үкі барлық аңдарды жинап. Біздің орманда тәртіп бар. Егер біреу ережені бұзса, ол басқаларға зиян келтіреді. Бұл дұрыс емес. Мен қателестім. Мен тек өзімді ойлаппын. Кірпіден кешірім сұраймын. Қоян кірпіге көмектесіп, барлық саңырауқұлақтарды қайта жинап береді. Содан бастап ормандағы аңдар бір-біріне көмектесуді, жолда абай болуды, ережелерді сақтауды ұмытпайтын болыпты. Заң жазалау үшін емес, адамдар мен жануарлардың бақытты өмір сүруі үшін керек. Содан бері әділ орманда әрдайым тыныштық пен достық орнапты. Заң мен тәртіп бәріміздің қауіпсіз әрі бақытты өмір сүруіміз үшін қажет. Әр адам ережені сақтаса, қоғамда әділдік орнайды.